Мен қызымның сөйлеуі кеш болып жатқан еді, соны дамыту үшін осы балабақшаға берейін деп жатқан едім. Сіз өте дұрыс тауып келгенсіз. Біздің балабақшада балалардың тілін дамыту үшін ертегілері арқылы дамытамыз. Ертегілерінде түрлері бар. Неше түрлі әдіс-тәсілдерді қолданамыз. Мысалы үшін ертегілерден біз саусақ театры бар, көлеңкелі театр бар. Сол театрлар арқылы балалардың қызығушылығын арттырып, әлі тілдерін дамытамыз. Мен қазір сіздерге осы достық гүлі атты ертегіні қуыршақ театры арқылы көрсетемін. Соны тамашалаңыздар. Ертеде аң патшасы арыстан жер жаһанға жар салыпты. Жануарлар, құстар, жәндіктер бәрі бір-бірімен тату тұрсын депті. Сонда бір құс бұны естіген құс жер жаһанға өзінің осы хабарды жеткізу үшін қанаты талып әбден шаршап келіп ағашқа кеп қоныпты. Ол ағашқа кеп қонғанын көрген күшік шәуілдеп құсқа үре беріпті. Оф, оф, оф! Сонда құс тұрып, әй күшік, сен неге үре бересің депті. Күшік болса шәуілдеп қоя береді. Аф, аф, аф деп үреді. Сен дейді құс айтады, арыстанның жарлығын естімедің бе? Арыстан барлық жандіктер, жануарлар бір-бірімен достассың депті. Бұны естіген түлкі кенеттен жүгіріп келеді. Сөйтіп күшікке айтады, күшік, біз екеуміз достасуымыз керек. Арыстан бізге дос болсын деп жар салыпты. Соның жарлығын естейік депті. Сонда төбеде тұрған құс айтыпты, ха, ой, сендер қай кезде көрдіңдер түлкі мен күшіктің дос болғанын? Сонда түлкі, біздің арыстан патшамыз айтқан соң, соның айтқаны болады депті. Ал құс болса, одан да кел, бәріміз бірге дос болайық депті. Сонда құс тұрып, мен ойланып көрейін дейді. Сөйтіп құс пенен түлкі, күшік үшеуі дос болады. Сөйтіп дос болады. Сонда жаңағы құс айтады, біз үшеуміздің достығымыздың дәлелі ретінде бір гүл егейік та соны достық гүлі деп атайық депті. Жарайды деп бұлар келісіпті. Сөйтіп жаңағы гүлді егеді. Гүл жаңағы әдемі болып өседі. Бұлардың жаңағы еккен гүліне табиғат ананың өзі де тебіреніп, бусанып, жаңағы жаңбырын төгіп, гүлді әдемі етіп өсуіне ықпал жасапты.